Қайырлы күн баршаңызға. Бүгінгі кешкі асқа пеште піскен сиырдың қабырғасы. Жасалу жолы оңай, қарапайым ғана рецепті. Соған қарамастан әрі дәмді, әрі әдемі. Кафе мен ресторандағы тамағыңыздан кем түспейтін осы тамақты менімен бірге жасаңыздар. Қонақ шақырсаңызда еш қысылмастан ұсынылатын әдемі тамақ. Тамағымызды тұздалмаған қабырғадан жасаймыз. Мен жаңа сойылған сиырдың осындай қабырғасын алдым. Алдын ала жақсылап жуып, суын құрғатып аламыз. Енді осыдан кейін дәмдеу үшін салып, етімізді маринадтап дайындаймыз. Қабырғамыздың үстіне біраз қасық ас тұзын сеуіп, барлық жеріне бірдей тегіс жағылатындай етіп, қолымызбен осылай жағып шығамыз. Осылай барлығын астын үстін қалдырмай жағып шығамыз. Тұзымызды қабырғаларымызға жақсылап жағып алдық. Енді дәмдеуіштерін дайындаймыз. 1 шай қасық қарабұрыш, 1 шай қасық кориандр, 1 шай қасық орегононы араластырып аламыз. Бұл жерде өзіңізге ұнайтын дәмдеуіштерді ала беріңіздер. Сонымен бірге етімізге әдемі дәм беретін дәмдеуіштерді таңдағаныңыз дұрыс. Мысалы сарымсақ аламыз. Сарымсағымызды үкіштің осындай майда көзінен өткізіп аламыз. Сарымсағымыздың үстіне 1 шай қасық бал саламыз. Балымыздың табиғи болғаны маңыздырақ, етімізге ерекше дәм береді. Енді осының үстіне 1 шай қасық, толық 1 шай қасық қыша саламыз. Жақсылап араластырамыз. Дайын болған маринадымызды қабырғамыздың үстінен құйып, барлық жеріне толық сіңетіндей етіп, осылай жақсылап жағып аламыз. Маринадымызды жақсылап жағып алғаннан кейін етіміздің үстін салафан қалтамен, не болмаса пищевой пленкамен жауып, бөлме температурасында жарты сағатқа қойып қоямыз. Жарты сағат маринадта тұрған қабырғамыздың үстіне енді жидкий дым дейтін тұздығымызды құямыз. Тұздығымыздың тек қана өзін құя салмаймыз үстінен. 2-3 ас қасық тұздығымыздың үстіне жарты лимонды сығып құямыз. Араластырып қабырғамыздың үстінен құямыз. Осы екеуі біздің етімізге, қабырғамызға ерекше бір далада піскен кәуептің дәмін береді. Үстінен құйып тұздығымызды тағы да жақсылап жағып аламыз. Тұздығымызды осылай әдемілеп жағып алғаннан соң енді қабырғамыздың үстін фольга қағазымен жауып, жарты сағатқа тағы да қойып қоямыз. Осы уақыт аралығында пешімізді де қыздырып қоюды ұмытпаймыз. Қабырғаларымызды пешімізге жібердік. Енді гарнирін дайындаймыз. Картоп алдым. 1 түйір болгар бұрышы тәттісінен және жартылай ащы осындай дүнған бұрышын алдым. 1 түйір бетін әсемдеуге фиолетовый жуадан алдым. 2 түйір қызанақ алдым. Картоптарымызды барынша осындай шағын түрінен аламыз. Майдаламай, тек ортасынан бір-бір бөліп тастаймыз. Көкөністерімізді дайындап аламыз. Алдымен сәбізімізді осылай домалақтап турап аламыз. Болгар бұрышымызды ортасынан бөліп, дәнінен тазартып, ұзыншалап тураймыз. Дүнған бұрышымызды сақиналап, домалақтап тураймыз. Шуамызды қабырғамыз піскеннен кейін үстіне турап қоямыз. Сондықтан да алып қояйық. Қызанағымызды осындай ірі-ірі етіп турап аламыз. Пештегі қабырғаларымыздың да пісу уақыты 2 сағаттан асты. Осы уақыт аралығында енді көкөністерін дайындап қоямыз. Қызып тұрған табамызға май құйып, сәбізімізді, болгар бұрышымызды саламыз. Жарты шай қасық қана тұз салып, араластырып, орта отта осылай араластырып тұрып қуырып аламыз. Езіліп кетпеу керек. Көкөністерімізді майынан сүзіп ыдысымызға салып аламыз. Осы майда енді қызанағымызды да аунатып қуырып аламыз. Қызанағымыздан кейін жартылай суда піскен картопымызды салып,
араластырып осы майда қуырамыз. Қақпағын жауып, астындағы отын басып, картопымызды 10 минутқа қойып қоямыз. Мінекей пеште піскен қабырғамыздан кәуебіміз дайын болды. Иісі сондай керемет. Далада піскен, шоқта піскен кәуептің иісіндей, дәмі де өте дәмді, әрі еті де жұмсақ болып пісіп шықты. Дәл осылай ауа райына қарамастан пеште сіздер де осындай кәуеп дайындай аласыздар. Видеоны соңына дейін көргендер үшін көп рахмет. Келесі видеода кездескенге шейін аман саулықта болайық.